Мына қазақта бүгін өте көп қолданып жүрген, көрінген жерге тықпалап жүрген қар барысы деген бір аң бар. Соның шын аты қар барысы емес. Қазақ оны ілбіс деп айтады. Ілбіс немесе ірбіс деп беріпті. Мұхтар Мағауин моңғол тілдерінде ірбіс деп айтатынын білемін. Соны бір біліп жүрсе деп айтып жүрмін. Қар барысы деген анау снежный барс. Орысшадан, ағылшынша snow leopard дегеннің сөзбе-сөз аудармасы. Ол қазақша ілбіс. Дұрыс айтып, дұрыс қолданайық. Енді әйтеуір символика ретінде көп қолданып жүрген сөз болғандықтан, дұрысын білгеніміз өзімізге абзал. Сондай-ақ осы тектес мысық тұқымдастар бар. Көбісінің атауын қалай атайтынын білмей жатамыз. Қазақша, ағылшынша, орысша қолданып жүрміз. Мысалы, пантера деген бар, анау қара мысық. Соны қазақ бабыр деп айтады. Сосын лепард дегені бар. Осы лепард деген барс. Барс деп отырған осы. Оны көбісі қабылан деп ойлайды екен. Қабылан деген ана гепард дегені. Мына жерінде қарасы бар. Ең жылдам жүгіретіні ол гепард. Қазақ оны қабылан деп айтады. Қабылан. Сондай-ақ сілеусін деген бар. Сілеусін дегеніңіз мына суретте тұрған. Сабаншы деген бар. Ол мына жабайы мысық. Не тұр суретте. Сондай-ақ мәлін деген бар. Мәлін дегеніңіз мынау. Осыларды бір біліп жүрсеңіздер, қандай пікір бар, қандай мысықтың түрлері бар, жазсаңыздар. Енді қазақтың сөзі бай ғой. Ұрғашысын, баласын әртүрлі атай береді. Осы мысықтардың жеке-жеке аттауы бар. Бөлісіңіздер, жазыңыздар, таратып кетіңіздер.